Армағайын ТВК телеарнасында 13-ші регион бағдарламасы, студияда Айзбек Өткелбаев. Бүгінгі бағдарламада біз сіздерге өткен тәулікте қаламызда орын алған оқыс оқиғалар жайында баяндайтын боламыз. Өткен тәулікте Алматы тас жолының бойында төтенше жағдай орын алды. Қызмет атқарған жол-патрульдік полиция қаланың қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, рөлді мас халде басқарған жүргізушінің кесірінен жол көлік апатына түсті. Оқиға түнгі сағат 12-лер шамасында орын алған. ВАЗ-21015 автокөлігін тоқтатып, тексеру барысында полиция қызметкерлері жүргізуші мас халде болғанын анықтаған. Алайда темір тұлпардың егесі жауапкершіліктен құтылу үшін оқиға орнынан бой тасалаған. Сыраға сылқия тойған жүргізушінің қала тұрғындарына кесір тию бек мүмкін. Сондықтан полиция қызметкерлері жүргізушіні алысқа ұзатпай құттықтау барысында жол көлік апатына түсті. Салдарынан жол-патрульдік полиция тобының 2 қызметкері жеңіл және орташа дене жарақаттарын алған. Ал бір полиция қызметкері ауыр дене жарақатымен ауруханаға жеткізілген. Жедел профилактикалық іздестіру жұмыстарын жүргізу барысында полиция қызметкерлері ВАЗ-21015 автокөлігін анықтап, жүргізушісін құрықтаған. Қазіргі таңда жүргізушіге қатысты анықтау жұмыстары жүргізілуде. Жол көлік апатына кінәлі жүргізуші құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне қарсылық көрсетіп, бағынғысы келмеді. Оқиға өткен түнде сағат 12-ге таяғанда тіркелді. Театральная көшесіндегі тәртіпсіздіктің немен аяқталғаны алдағы бейне материалда. Жол көлік апаты орын алды деген хабарлама 102 нөміріне түнгі сағат 10-дар шамасында түскен. Оқиға орнына келген мамандандырылған арнайы топ тек бір көлікті ғана анықтаған. БМВ-нің егесі полиция қызметкерлеріне құжаттарын көрсетуден бас тартып, өздеріне жаба бастады. Неге қазір алып қойды? Неге бір потому что біз шешіп алып кетіп жатырмыз. Оқиға болған кезде неге сіздің автокөлігіңізбен бірге болмады? Біз келген кезде сіз қалай дедіңіз? Сіз бірінші Тахир деген азамат айттыңыз. Ермек Тахир дегенде. Ермек Бахадыр, Тахир емес, менде документі бар. Мен деді ол автокөлік негесі. Екінші не болды? Қазір өтіп сөйлеп жатыр ғой. Бағана берді не деген әңгімелер айттыңыз бізге? Документ үйде қазір алып келеміз деді. Міне документ алып келдім. Болған жерге келгеніме 2,5 сағат болды. 2,5 сағаттан бері неге құжатты жеткізбедіңіз? Одан кейін барып пресс-служба жеткіздік. Пресс-служба шақырғанда сіздер Саракопқа, Toyota Camry Саракопқа және 140 қара екі машинамен кетіп, қазір келіп тұрсыздар. Дұрыс қой, документ алып келдік қой. Ал неге 2,5 сағат бойы бізге қарсылық көрсетіпсіздер айтып отырсыздар? Қарсылық емес, біз келісіп отырмыз сізбен. Жоқ, бізбен ешқандай неге не қылған жоқсыздар. Тәртіп сақшыларының айтуынша жүргізуші құжаттарын алып келемін деп сылтауратқан. Арада 2 сағат уақыт өткен. Шыдамында шегі бар демекші тәртіп сақшылары эвакуатор көлігін шақыртып, көлікті айып тұрағына жеткізуге тура келді. Абай көшесі мен театр көшесінің қиылысында жол көлік оқиғасы болды деген нұсқау хабарлама түсті. Аталған мекен-жайға жеткенімізде бірінші автокөлік осы жерде тұр, яғни екінші автокөліктің кетіп қалғаны анықталды. Бұл жерде БМВ автокөлігі тұр, БМВ автокөлігінің мемлекеттік белгісі жоқ. Бұл жерде тұрған азаматтардан сұрағанымызда бұл автокөліктің егесі кіммін деп, өзін Тахирмін деп таныстырған және өзін Әлемін деп таныстырған 2 азамат автокөліктің егесі және байытылды біз басқарғанымыз деп шықты. Алайда түсінік беруден және құжаттарын көрсетуден үзілді-кесілді бас тартты. Әкімшілік полиция тобының қызметкерлері жүргізушіге қатысты әкімшілік хаттама толтырды. Ал көлік апатына қатысқан 2-ші автокөлігіне іздестіру шаралары жүргізілуде. Сегізінші мөлтек ауданында рейдтік іс-шара басталды. Абай аудандық ішкі істер бөлімінің қызметкерлері мен ювеналды полиция тобының мамандары қылмыстың алдын алу үшін күш біріктірді. Жалпы жоспарлы жұмыстардың мәні мен мақсаты өте үлкен. 13-ші учаскелік тірек пунктінің қызметкерлері мөлтек ауданында тексеру жұмыстарын жүргізу барысында жалдамалы пәтерді өткізетін азаматтарды жеткізіп, олардан саусақ іздерін алды. Басқа ол тегізбе. Мамандардың айтуы бойынша мұндай тексеру жұмыстары Аты-Шулы шағын ауданда қылмыстың алдын алуына өз септігін тигізеді. Полиция қызметкерлері құжатсыз немесе күдікті болып көрінген азаматтарды тірек пунктіне жеткізіп, олардың жеке басын анықтады. 12.08.2004 жылы 15.08.2014 жылы аралығында Абай полиция бөлімінің 8-ші мөлтек ауданы, яғни 13-ші участок тірегінің қызметкерлерімен және ювенальдық полиция қызметкерлерімен бірлесіп, қылмыстың алдын алу және криминогенді ахуалды тұрақтандыру барысында рейдтік іс-шаралар жүргізілуде. Ішімдікке тойған мас жүргізуші жауапкершіліктен құтылу үшін полиция қызметкерлерінен қашуға әрекет жасаған. Алайда ұзаққа бара алмады. Жүгенсіздікті танытқан көліктің егесі діттеген жеріне жетпей қолға түсті.
енді ол заң аясында қатаң жауапкершілікке тартылатын болады. Вы почему убегали от сотрудников полиции? Пришел Дмитрий Михайлович. Мына жүргізуші полиция қызметкерлеріне бағынбаушылық танытып, жауапкершіліктен қашқысы келген. Алайда тәртіп сақшылары арнайы іздестіру іс-шарасын өткізіп, көліктің егесін құрықтады. Оған қоса жүргізушіден өзімен бірге көлікті басқаруға арналған ешбір құжаты болмай шыққан. Ал темір тұлпардың егесі өзінің іс-әрекетін былай түсіндіреді. Откуда пил? Дома сделали, пиво пил. Куда направлялся? Домой. Домой? Проживаешь где? Конако 1, квартира 1. Право есть у вас? Права есть. Где? С собой. Дома лежат. Жол-патрульдік полиция тобының қызметкерлері эвакуатор көлігін шақыртып, көлікті айып тұрағына жеткізді. Ал жүргізушіні тәртіп сақшылары медициналық сараптамадан өткізуге жеткізді. Ашудан басылған жүргізуші оқиғаның барлығын айтып берді. Көліктің егесінің сөзіне сенсек, көлік тіпті өзінікі емес екен. Данную машину у кого вы угнали? Со слов вы сами говорите, что угнали. Я не угнал ее. А? Я взял друга покататься. У друга? Да. А кто такой друг? Я его, называть не буду. Друг или родственник? Или зять? Двоюродный братишка. Двоюродный братишка. Да. Во сколько ты попросил? 21:00. 21:00? Да. Я из дома ехал. И начал избегать И от ты милиции. не трезвом состоянии. Да. Правильно? Да. Избегал от сотрудника полиции. Правильно? Ну, типа, Согласен? Да, согласен. Полиция тобының қызметкерлері жүргізушіге қатысты әкімшілік хаттамалар толтырды. Оған қоса, көлікті басқарған азамат жүргізуші куәлігінен айырылуы әбден мүмкін. Осымен біздің бағдарламаға берілген уақыты аяқталды. Ал мен тек сіздерге бағдарлама Ішкі істер департаментінің баспасөз қызметі мен әкімшілік полиция басқармасының көмегімен әзірленгенін естеріңізге салғым келеді. Амандықта жүздескенше сіздермен бірге болған мен Азизбек Өткелбаев.